Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup kelgende de sol adamların 3 topqa bölünüp kaldı. Peygamberimiz karşı bolganlar. Peygamberimiz karşı bolganlar kafir müşrik bolup ketdi. Peygamberimiz korup oturup özünün eski kafirlik müşrikliginden ketkisi kelmey tur. Müslüman bolayın dese analardan korkup uyalıp durat. Екі ортада қалып кеткендер болды. Бұлардың барлығы мұнафиқ болып кетті. Үшінші топтағы пайғамбарымызға өзін тапсырды бұлар. Пайғамбарымызға өзін тапсырып, пайғамбарымыздың әруағы мыналарға қонды. Пайғамбарымның назарын тапты бұлар енді. Пайғамбарымның назарын тапты. Хазіреті Омар өдірен деп қылышын көтеріп келіп атырғанда пайғамбарым бір назар қылып еді, ана енді. Халифатулла болып кетті ғой, бойындағы болып отырған. Соны көрсету үшін Алла табарак сөйледі. Сөйтті де Жабраил алейхиссалам келіп сахабаларға отырған жерде білесің келіп, пайғамбарымызға келіп отыр, сахабаларға сабақ беріп отыр. Сахабалар періштелерден сабақ алып отыр. Соны аты-дейін көрсетіп отыр. Атак 5 уақыт намазында олар жәннаттан намаз оқып отыр олардың барлығы. Сол мақамға шығу үшін пайғамбар керек па? Руханиятпен байланысуын пайғамбар керек па? Меражға шығу үшін пайғамбар керек па? Керек. Соның бәрін қылып отыр. Пайғамбарымыздан кімге қалды ол нәрсе, ол қызмет? Абу Бакр Сиддик, Хазірет Омар, Хазірет Осман, Хазірет Али. Түсінген. Одан кейін де қазір біздің заманымызға келді, қиямет имам Мәһди пірімізге шейін келеді. Соны айтып отыр мына жерде. Сен мен берген саған сипаттарын бәрін жоғалтып қойдың ғой сенде. У тебя нет ни одного моего качества. Сені адам атадан бастап, пайғамбарлардан бастап, өзімнің сифатымнан, жауһарым исім сифаттан, жауһар тажали, зат тажали, асма сифат тажали, афуал деген жауһарымнан мен сені адам қылып дүниеге келді, бәрін келтіріп қойдым мен сені. Пайғамбарым нұрынан мен сені жаратып отырып, арштың нұрынан жаратып отырып, Ар-Рахман алал арш истава, Алла арштың үстінде тұрды деп, сенің әруағың үстінде мен өзім бүтін қасиетіме сенде тұрмын. Саған не болды осы? Бәрін жоғаттың ғой сен соның бәрін. Жолдай ажырап отырсың ғой сенсің. Не болды саған өзің? Есің жайында ма осы? Мен сені өзіме құсап, Алла қылып бүкіл әлемді мәңгілікті өзің жәннат жаратып берейін десіп, ишек құсап қалсасын сен. Саған не болды өзі? Деді ма? Депті ғой соны айтып отыр ғой енді. Соны айтады. Ибо качество возлюбленного в том, что быть самым любимым. Менің саған сифат беріп отырғандағы мақсады не еді өзі білесің ба? Сенің өзіме құсату еді. Сен Алла қылу еді. Сен Алланың әрең, Алла бар екен деп, молдаларың, аналарың, мыналарың кітапты оқып, ата-бабаларың мұсылман айтып отырса, баса бұттан не? Дүттің бәрі біреуге сеніп отырғай, біреуге сеніп отырғай. Сені қойайын деп баяғы Құдайға сенесің де, Құдайға сенгеніңді адалайын аласың ғой енді.